23 сабақ 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу. Отбасы және еңбек. Жаңадан оқып үйрену 10, 100, 1000 сандарына ауызша көбейту және бөлуді үйренесің. Номер 1 есептеулерді қара. 1000-ға көбейткенде сандар қалай өзгереді? 10 000-ға көбейткенде ше, 1000-ға бөлгенде сандар қалай өзгереді? 10 000-ға бөлгенде ше, 3 көбейту 1000 тең 3000, 3000 бөлінген 1000 тең 3, 3000 бөлу 3 тең 1000. Бірінші 3-ті 1000-ға көбейткенде 3. Санның оң жағына 3 0 тіркеледі. Міне 3 0 тіркеліп тұр, иә. Келесі 3000 бөлінген 1000 тең 3. Санның оң жағынан 3 0 қысқарады. Міне 0 жоқ. 3000 бөлу 3 тең 1000. Санға 3 0 қосылады. 5 көбейту 10 000 тең 50 000. 5-ке санның оң жағына 4 0 тіркеледі. 50 000 бөлу 1000 тең 10 000 тең 5. 50 000 бөлу 5 тең 10 000. 2 асыншы есеп 10-ға 100 миллионға көбейту және бөлу ережелерін құрастыр. Мұнда біз санды 10 миллионға көбейткенде санның оң жағына 7 0 тіркеледі. Санды 10 миллионға бөлгенде бөлінгіштің соңында 7 таңба қысқарады. Ал санды 100 миллионға көбейткенде санның оң жағына 8 0 тіркеледі. Санды 100 миллионға бөлгенде бөлінгіштің соңында 8 таңба қысқарады. Номер 2 есепте және тексер. 18 көбейтілген 1000, 41 көбейтілген 100 000 және 48 000 бөлу 1000 деп жалғаса береді. 18 көбейту 1000 тең 18 000, 41 көбейту 100 000 тең 4 миллион 100 000, 48 000 бөлу 1000 тең 48-ге, 18 000 бөлу 1000 тең 18, 4 миллион 100 000 бөлу 100 000 тең 41, 48 көбейту 1000 тең 48 000-ға. Үшінші есеп, есептеуді қалай орындайтыныңды түсіндір. Есепте. Үшінші есеп бойынша 9-ды 8-ге көбейтеміз 72, 8-дің артындағы 3 0-ді тіркейміз 72 000 болады. Екіншісінде 7 көбейту 90 000 тең 63. 7-ні 9-ға көбейтеміз 63. Мынаның артындағы 1, 2, 3, 4 сан бар ғой. Мұнда тіркес, сонда 630 000 саны шығады. Келесі 45 000 бөлу 50 тең 900. 45-ті 5-ке бөлеміз 9. 45 000 мына 0 мен мына 0 қысқарады. Сосын мына 2 0 қалады, оны мұнда тіркейміз, сонда 900. Төртінші есеп тапсырманы орында. Арман мен Серік ересектерге қоймадағы жәшіктерді тасуға көмектесті. Кішкентай жәшікті тасуға Серік 1 минут, ал Арман 3 минут уақыт жұмсады. Оның есесіне үлкен жәшікті Арман 5 минутта, ал Серік 6 минутта жеткізді. Олар барлығы 10 үлкен және 10 кішкентай жәшік тасулары қажет. Олар мұны қалай аз уақытта орындай алады? Төртінші есеп. 1 көбейтілген 3 минут плюс 6 көбейтілген 5 минут тең болады 3 минут қосу 30 минут тең болады 33 минут. Серік 9 кішкентай және 4 үлкен жәшік 9 көбейтілген 1 минут плюс 4 көбейтілген 6 минут тең 9 минут плюс 24 минут тең болады 33 минутқа. Олар 3 минутта орындай алады. Бесінші есеп тапсырманы орында. Бөлінгіш 240 000, бөлгіш 4. Бөліндінің мәнін тап. Бөлінгішті 100 есеге кемітсек, бөліндінің мәні қалай өзгереді? 1000 есе кемітсек ше. Б. Бөлінгішті кеміткен кезде бөліндінің мәні қалай өзгеретіне тұжырым жаса. В. Қасыңда отыратын сыныптасыңа осыған ұқсас тапсырма құрастыр. Бесінші есептің А нұсқасы бойынша 240 000-ды 4-ке бөлеміз, 60 000 сан шығады. Ә нұсқасы бойынша 240 000 бөлу 4 көбейту 100 тең болады 240 000 бөлу 400 тең 600-ге.
Сосын 240 мың бөлу 4 көбейту мың тең 240 мың бөлу 4 мың тең болады 60-ға. Б. Бөлінгішті кеміткенде бөліндінің мәні де кемейді. 6-шы есеп. Көрсетілген өлшем бірлігін өрнекте. 120 тонна, ол бізде 120 мың килограмм, яғни 1 тоннада 1000 килограмм бар. 32 килограмм 50 грамм, бізде 32 мың 50 грамм. 10 сантиметр тең 100 миллиметрге, 610 килограмм тең 610 мың граммға. Есепті шығар. Отбасы мүшелері үйінің жанындағы жер учаскесінен бірінші күні 158 килограмм, екінші күні 148 килограмм, үшінші күні 163 килограмм картоп жинады. Үшінші және төртінші күні жинаған картоптың мөлшері бірінші және екінші күні жинаған картоппен бірдей. Олай болса, олар төртінші күні қанша килограмм картоп жинады? 158 қосу 148 тең 306 килограмм. Бұл бізде үшінші және төртінші күні жиналған картоптың несі килосы. Ал 306 минус 163 бұл 143. Жауабы төртінші күні 143 килограмм жиналды. Номері 8. Бос орынға қажетті цифрды жаз. Сыныптастарыңа арнап осыған ұқсас тапсырмалар құрастыр. 3528 қосу 5879 тең 9407. 5687 қосу 2222 тең 7909. Үшінші 47831 қосу 58379 тең 106210. 44905 қосу 52379 тең 97284. Номер 9. Есепте және тексер. 324200 бөлу 100 тең 3242, 3242 көбейту 100 тең 324200. 24 көбейтілген 10 мың тең 240 мың, 240 мың бөлу 10 мың тең 24.